Сәлеметсіздер ме? Нұркен Әбдіров атындағы номері 33-ші балабақша бастауыш мектеп кешенінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Сүгірбекова Айман Ізбасарқызымын. Сабақтың тақырыбы: ағаш сумен өседі. Сабақ мақсаты: тыңдалған мәтіннің мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беру және сюжеттің даму желісі бойынша кесте толтыру. Бағалау критерийі: ағаш отырғызу, оны суару туралы білгендерін айтады, сұрақтарға жауап береді. Жаңа сөздерді оқы, қайтала. Жас түйнек көк алма түсіп қапты көк алға. Көктей жылған оларды сотқар бала оңар ма? Сауап пенен обалды көкейіне қонар ма? Мәуе берер ал күзде қайда қалма оларға? Соны неге білмейді, құлағына ілмейді, күтіп баптап неге ертең тәтті алма жеп жүрмейді? Бірінші тапсырма: мәтінді тыңда, сұрақтарға жауап бер. Екінші тапсырма: мәтінді оқы, мәтіннен жаңа сөздерді тап. Келді міне көктемім, жердің жүзі көктеді, ақ жаңбырды сыйлады, ақша бұлттар көктегі. Жау жаңбыр, мөлдіреген тамшыларың. Жау жаңбыр, табиғаттың сәні. Үшінші тапсырма: көп нүктенің орнына тиісті сөздерді қойып, көшіріп жаз.